Ауылда Төлегенді бәрі танитын, үндемейтін, бірақ ақшасын уақытында қайтаратын адам еді. Сол үшін де ел оған сенетін. Бір күні ол ауыл шетіндегі ескі үйге барды. Ол үйде Садық ата тұратын. Қарызға ақша беретін, бірақ ешқашан қол хат алмайтын адам. Ата, деді Төлеген, қиын болып тұр, бір айға қарыз ақша бере тұрыңыз. Садық ата ештеңе сұрамады. Соманы санап берді де бір ғана сөз айтты. Қарыз ақша емес, уәде. Уәдені бұзба. Төлеген басын изеп кетті. Бір ай өтті, қайтару уақыты да келді. Бірақ дәл сол кезде Төлегеннің ісі жүрмей қалды. Жұмысы тоқтады, үйде бала ауырды. Бір қарыз екіншісін жапты. Кейін апарармын, деді ол өзіне. Садық ата үндемеді, іздемеді, ескертпеді де. Бұл Төлегенді одан сайын мазалады. 2 ай өтті. Ауылда сыбыс шықты. Садық атадан алғандар қайтармаса біртүрлі жағдай болады деген. Біреу көшіп кетіпті, біреу ауырып қалыпты, біреу үйін сатыпты. Төлеген түнде ұйықтай алмады. Бұл жай сәйкестік қой, деді ол. Бірақ жүрегі де сенбеді. Бір күні кешке Садық ата Төлегеннің үйіне өзі келді. Шайыңды ішіп кетейін, деді ол. Олар ұзақ отырды. Садық ата қарыз туралы бір ауыз да айтпады. Кетерінде ғана есік алдында тоқтады. Балам, деді ол, кей қарызды ақшамен емес, таңдаумен қайтарады. Төлеген селк ете қалды. Қандай таңдау? Садық ата жымиды. Ертең білерсің. Сол түні Төлегенге біреу хабарласты. Үйіңді жақсы бағамен аламыз, деді бейтаныс дауыс. Қазір келсең, ертең ақша қолыңда. Бұл оның бар байлығы еді. Төлеген таңға дейін көз ілмеді. Үйін сатып қарызды жабу ең оңай жол еді. Бірақ ол үй әкесінен қалған жалғыз дүние. Сол қабырғаларда балаларының күлкісі қалған. Таң ата есік қағылды. Көршісі Қанат кірді. Естідің бе, деді ол. Садық ата кеше түнде тағы бір үйге кіріп шығыпты. Қарыз үшін бе, деді Төлеген. Қанат иығын қиқаң еткізді. Ол ешқашан қарызды сұрамайды, бірақ алғандар тыныш ұйықтамайды екен. Көршісі Жанар банктен істеген есепке жүйрік еді. Бұл жай өсек, деді ол. Ақшаның өзі емес, адамның қорқынышы жұмыс істеп тұр. Онда неге бәрі күйреп жатыр, деді Төлеген. Жанар бір сәт ойланып қалды. Себебі олар қарызды емес, өз арын кейінге қалдырды. Сол күні кешке Садық атаның үйінде тағы бір адам отырды, Нұрбек. Ол бұрын алған қарызын қайтармаған, қазір үйін сатуға мәжбүр. Мен ақшаны табар едім, деді ол ашумен. Бірақ ол маған уақыт бермеді. Садық ата басын шайқады. Мен саған уақыт емес, таңдау бердім. Қандай таңдау? Адал жолмен табу немесе жеңіл жолмен құтылу? Нұрбек үнсіз қалды. Төлеген үшін шешуші күн келді. Қаладағы танысы Ермек хабарласты. Ақшаны тез жабудың жолы бар, деді ол. Бірақ құжатта кішкене өтірік жазылады. Бұл заңсыз еді. Төлегеннің алдында 3 жол тұрды. Үйін сату, өтірікпен ақша табу, қарызды мойындап бәрін ашық айту. Ол 3-ші жолды таңдады. Төлеген Садық атаның үйіне өзі барды. Ата, деді ол, мен қазір қайтара алмаймын, бірақ қашпаймын. Ай сайын аз-аздап берейін, қолхат жазайын. Садық ата ұзақ қарап тұрды. Сен бірінші адамсың, деді ол. Ақшасын емес, өзін әкеліп отырған. Бір аптадан кейін ауылда үлкен жиналыс болды. Садық ата бәрінің алдында сөйледі. Мен ешкімге қарғыс айтқан жоқпын. Мен тек қолхат алмадым. Себебі кей адам қағаздан қорықпайды, арынан қорқады. Ол дәптерін ашты. Онда бір ғана тізім бар еді. Алғандар және қайтарғандар. Төлегеннің аты 2-ші бетте тұрды. Жылдар өтті. Садық ата өмірден өтті. Үйінен сол дәптер табылды. Соңғы бетінде былай деп жазылыпты.
Қарыз ақша емес, қарыз адамның кім екенін көрсететін айна. Бұл әңгіме қарыз туралы емес, бұл өтірік, қорқыныш, таңдау туралы. Ақша таусылады, ал ар қалса адам қалады.